Сәлем достар, бүгін грузин халқының тамағы хинкали жасаймыз. Өте оңай жасалады, ерекше ешқандай заттың қажеті жоқ, барлығы қолжетімді заттардан жасалады. Бірінші қамырын елейміз, ұнымызды ыдысқа салып аламыз. Жарты стакан суық суға жарты шай қасық тұзымызды салып, ерігенше араластырып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз қатты болуы қажет. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, холодильникқа қойып қоямыз. Енді салмасын жасаймыз. Ол үшін мен 300 грамм фарш алдым. Оған бір үлкен самсағымызды ұсақтап тураймыз, немесе блендерден өткізіп салсаңыз да болады. Бізге петрушка немесе кинза қажет. Мен мына жерде кинзаны қолдандым. Өте ерекше дәм беріп тұрады кинза. Ұсақтап турап саламыз. Дәміне қарай бұрыш және тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жарты стакандай су құямыз. Тағы да араластырамыз. Енді қамырымызды бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Барлығын видеодағылай домалақтаймыз. Сонда жаюымызға ыңғайлы болады. Енді қамырымызды жаямыз. Тым жұқа қылып жібермеңіздер. Енді фаршымызды ортасына домалақтап салып, хинкалиді түйеміз. Видеода көріп отырғандарыңыздай бір шетін екінші шетіне гармошка тәріздес қылып қайтарамыз да қысамыз. Қамырдың шетін фаршымыз жабылғанға дейін осылай жабыстырып шығамыз. Осындай әдемі хинкали болып шығады. 300 грамм фаршымыздан 3 порция хинкали шықты. Қайнап тұрған суымызға қара бұрыш, 1-2 лавр жапырағын, тұз салып, араластырып, хинкалиді бір-бірден саламыз. Суымыз қатты қайнағаннан кейін 10 минут қайнатамыз. Бетіне қара бұрыш сеуіп ұсынсаңыздар болады. Хинкалидің іші өте сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.